Bir dana aytқан екен, қашан сізге сіз туралы пікірін айтып жатқанда, қандай жағдай болмасын, салқын қанды болыңыз. Сізді мақтап жатса да, ренжітіп жатса да, сіздің әңгімелесушіңіз өзінің ақылының деңгейіндегі жағдайын ғана көрсетіп жатыр. Сізді емес. Түрк халқында мынадай бір мақал бар. Егер сен нашар алманы татып көрмесең, жақсы алманың қадірін ешқашан түсінбейсің. Морган Фриман бірде айтқан екен, егер Құдай сізді көп күттірсе, демек сұрағаныңыздан да аса көп беретініне дайын болыңыз. Кейде үнемі әдемі сөз сөйлеп, ақылды пікірлер айтып жүретін адамдар болады. Бірақ іштей олардың ақымақ екенін сезесің. Шалшық судағы бақаға мұхит туралы айтудың қажеті жоқ. Жақсы тәрбие деген дастарханға соусты төгіп алмау емес, оны біреу төгіп алғанда байқамауды айтады. Адамдардың сөз таластыруы соңсыз. Бұл ақиқатты табу мүмкін еместіктен емес. Сөз таластырушылар ақиқатты емес, өзінікінің дұрыс болуын іздегендіктен. Егер бір жерің ауырса, үндеме, әйтпесе дәл сол жерден ұрады. Бірде мен ең бай адам боламын деп айғайлаған екен бір кедей. Бай адамнан басқасының барлығы да күліпті. Қашан басыңа қиын күндер түскенде, ешкімге керегім жоқ екен деп ойлама. Сен жай күндерде де ешкімге керегің жоқ. Егер сен ақылды болғың келсе, ақылмен сұрауды, мұқият тыңдауды, сабырмен жауап беруді үйрен. Айтатын сөз қалмағанда сөйлеуді тоқтат. Өз нәпсісін жеңе алатын адамнан ғана ақыл кеңес сұра. Бір яһудидің айтқанындай, ашуланудың, бұлқан-талқан болудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл үшін сізге ақша төлемейді. Ертең не болатынын ешқашан білмейсің. Келесі таң ата ма, әлде келесі өмір келе ме?